болады. Аблайхан, таныстық жалғаса ма? Енді бұл кісімен жаңағы отырып сөйлестік, таныстық. Енді өзіме не керек білетін жігітпін ғой, негізінде. Сондықтан негізі өзімде уақытым кеткенін қаламаймын. Енді бұл кісінде уақытым өтіп кеткенін қаламаймын да. Сол үшін таныстық өшірен тоқтайды. Таныстық басталмай жатып тоқтайды дейсіз. Сөйлесіп, бір-бірлеріңізге сай келмейтіндеріңізді түсіндіңіздер ме? Сөйлестік, иә? Сізді бір ауыз тыңдайық. Біз сөйлестік. Сондай. Таныстық. Жақсы, Асия, келгеніңізге көп рахмет. Ренжімеңіз. Енді сізге осы бір чемпион Кения Sunset шайын сыйға тартамын. Қара түйіршіктелген ешқандай да қоспасы жоқ. Сұлу қызсыз, көп рахмет келгеніңізге. Сізді шығарып салайық. Сау болыңыз. Аблайхан, жайғаса қойыңыз. Жаңа жарнамаға кеткен кезде құрметті көрермен айтқан едім. Бір сыртта келіп тұрған үміткеріміз бар. Біздің қатысушымыздың бірін бақытты ететін, қуантатын дегендей, сол себепті де біз шымылдықты жабамыз. Үміткердің таңдауы Сандуғаш, Лаура, Нұржан, Гаухар ханым. Айжан. Неге Айжанды көрсетіп жатыр? Шерхан дейді. Сандуғаш деп бірнеше мәрте айтылып жатыр. Тағы бұл жан ерекше жанды таңдады. Лаура. Ендеше жаңа үміткердің таңдауы Ақерке. Ақерке, қалайсыз? Көңіл-күй қалай? Я, бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Жаңа үміткерді қабылдауға дайынсыз ба? Әрине дайынмын. Бұл сіздің алғашқы үміткеріңіз ба? Әлде мен қателесіп тұрмын ба? Я, таныстық тоқтағаннан кейін алғашқы болып саналады. Жақсы, дайын болсаңыз, ендеше біз жаңа үміткерді, Ақеркенің үміткерін қарсы алайық. Келіңіз. Жайғасыңыз. Қош келдіңіз. Өзіңізбен танысайық, есіміңіз? Қош көрдік. Есімім Сулейман. Сулейман. Ал сіздің жасыңыз? Жасым 35-те. 35-те? Қай жақтың тумасысыз? Жалпы негізі туған жерім Түркменстан. Қазіргі таңда Ақтау қаласының тұрғынымын. Қазір Ақтауда, сіз сонда арнайы Ақтаудан келдіңіз? Неге Ақерке? Көріп қалдым, эфирден бір-екі рет. Эфирлерді көріп қалдым, содан кейін бақылап жүрдім бір-екі апта. Ақерке, сұрақтарыңыз? Сулейман, қош келдіңіз. Сұрайым дегенім, енді 35 жаста екенсіз, бұрын сонда үйленгенсіз ба? Жоқ, бұрын сонда үйленбеген. Не себепті? Себеп көп, оның ар жағын ақтара берсең, жалпы. Рахмет. Мені таңдап келгеніңіз үшін рахмет. Сұрай кетсем, немен айналысасыз? Өмірге деген қызығушылығыңыз қандай? Өмірге деген қызығушылығым жақсы. Жалпы... Не ұнатасыз, немен айналысасыз? Қалай енді? Кішкене өзіңіз туралы айтып кетсеңіз. Өзім туралы? Жалпы жоғары оқу колледж бітірген, мамандық бойынша ешқай жерде жұмыс жасаған жоқпын. Заңгер мамандығын оқыдым. Жоғары орта. Үлкен рахмет. Қазіргі таңда құрылыс саласында жұмыс жасаймын.
Рахмет. Енді білмеймін, қатысушылардың бір реакциясы түсініксіз болып тұр. Бірақ мен сізден сұрайын дегенім, негізі енді қарап келдіңіз ғой, мен бұрын сонда тұрмыста болғамын деген сияқты. Сол мәселе сізге кедергі болмайды ма? Жоқ, мәселе кедергі болмайды, ешқандай мәселе жоқ. Жалпы білем. Қатысушылар көмектесіп жүрді. Қатысушылардан сұрақ, Сандуғаш. Саламатсыз ба, қош келдіңіз, Сүлейман. Қош көрдік. Ақерке бізде сондай заманауи, әдемі, қылықты қыз. Қандай қырларын ұнатып келдіңіз? Және де қыздың бойынан сізге қандай қырлар ұнамайды? Қыздың бойынан маған ұнамайтын қырлары. Ұнамайтын жерлері бар ма? Соны айтып кетсеңіз. Және де Ақеркенің қандай қырларын ұнатып келдіңіз? Ақерке былай қарағанда әдемі, күлгендер әдемі, әсіресе. Ал қыздың маған ұнамайтын қырлары көпшілік жерде немесе қасында болсын, ойланбай, қалай айтады, тәрбие жағы көбіне. Отбасыңыз біледі ма? Осында келгеніңізді, Ақеркені таңдап. Жоқ, отбасым ешқайсысы білмейді, достарым ешкім білмейді. Иә? Кім? Айжан. Айжан. Сүлейман, қош келдіңіз. Атыңыз өте ерекше екен. Қош көрдік. Негізі Ақерке айтатын болсам, негізі өте керемет кісі келіп отқан. Өйткені мына жақта отырған кейбір жігіттерге қарағанда өте салмақты, жұмысы бар. Бұлай енді әр нәрсеге жылай бермейтін бір үлкен ер азаматты көріп отырмын да мына жерде. Жоқ, жылағанда емес, біреу ақшасын айтады, біреусі жылайды, басыңды қатырып қайтесің деймін да. Негізі таңдауыңызда өте дұрыс деп айтамын. Өйткені Ақерке енді кейбір жерде артық айтып қойғаны болмаса, бірақ өте салмақты қыз деп ойлаймын. Бізде, құрметті көрермен, дәл қазір жарнамадан кейін шымылдық ашыла ма, жоқ па, таныстық бастала ма, жоқ па, бірге білеміз.